аяқтағаннан кейін Disney Play цифрлық платформасының жаңа сериясында жұмыс істеуге келісім шартқа отырғаны белгілі болды. Хобби Сейв Жансу аяқ киім дүкені бар. Актриса аяқ киімге барлық ақшасын жұмсауға дайын. Сонымен қатар актриса Гелмут Ланг, Прада және Джон Галлеонмен киімдерін өте жақсы көреді. Атақты актриса бала кезінен көп оқығанды ұнатады. Музыка мен саяхатсыз өмірін тіпті де елестете алмайды. Инстаграм аккаунтында дерек кәсіби деңгейде жасалған фотосуреттерін жариялап, жанкүйерлерімен бөлісіп отырады. Жансу жеке өмірі туралы айтуды ұнатпайды, бәрін құпия ұстайды және адамдар жұлдыздың өмірбаянының жеке мәліметтеріне қызығушылық танытпайды деп өзі санайды. 6 жыл бойы актриса әріптесі Джем Илмазбен қарым-қатынаста болып келді. Олардың араларындағы қызу роман сылда түсіріліміне кедергі келтіріп, ол Мехмет Алакурттың наразылығын тудырды. Серіктесі тіпті болашақта актрисамен бірге ойнағысы келмейтінін жеткізді. Актриса Джем әлі де оның күйеуі болады деп үміттенді. Күтті, бірақ актер айырылысудың бастамашысы өзі болды. Кейін одан дауры болды. Илмаз бұрынғы сүйіктісінің досына үйленді. Оны аңсауды қою үшін Жансу Кенан Имирзаоглумен қарым-қатынасты бастады. Алайда бұл қатынастар дамымады. Медиа Group бас директоры Джем Айдында актрисаның сұлулығының алдында бас иген ерлер тізімінде. Ол актрисаның ғаламат ғасырда рөлге ие болуына ықпал етті. Жансу картинада ойнады, алайда Айдын басқа қызға үйленіп кетті. Әйгілі сериал Фируза мен Сүлейменнің, дәлірек айтсақ, Жансу мен Халид Эргенштің шынайы өмірдегі романы туралы қауесетке ауысты. Алайда құмар брюнетка кино мен өмірді араластырмайтындығын айтып, көпшілікті сендірді. Тұлға телехикаясын түсіру кезінде бұқаралық ақпарат құралдарында Жансу картинадағы серіктесі Метин Агдюгермен қарым-қатынаста болды. Бәрі қарым-қатынас байсалды, жастар ажырамайды және жоба аяқталғаннан кейін үйленуді жоспарлап отыр деп күтті. Алайда 21 жылы актер жаңа махаббатын тапқаны белгілі болды. Актрисаның келесі жігіті тағы да оны тастап кетті. Қазір Жансу кинода жұмысын жалғастыруда. 20 жылдың басы актриса үшін шиеленісті болды. Дире Мелис Сезенмен бірге опасыздық сериясындағы әріптесімен Испанияға 8-ші алтын жүзімдік сыйлығына ұшуы керек еді. Түрік әйелдері Испаниядағы түрік сериалдарының жетістігі үшін марапатқа ие болуы керек еді. Алайда ұшар алдында Жансу өзін нашар сезінді. Нәтижесінде дәрігерлер атақты адамға тамақтан улану диагнозын қойды. Бұл актрисаның проблемаларын тоқтатқан жоқ. Дире желі қолданушылары тарапынан тағы да хайпқа ұшырады.